ақиқатында Рамазан айының оразасын парыз еткен мүбәрәк ай келіп жетті. Бұл ай жәннат есіктерінің қақпасы ашылатын, тозақ есіктерінің қақпасы жабылып, шайтандардың барлығы кісенделінетін, осы айда 1000 айдан да қайырлы түні бар қасиетті Рамазан айы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде «Мән сома Рамазана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи» дейді. Кім Рамазан айының оразасын иманыменен, шын ықыласыменен сауабын үміт етіп ұстайтын болса, Алла тағала ол бенденің өткен күнәларының барлығын Алла кешіреді дейді пайғамбарымыз. Адам баласының әрбірінің жасаған амалдары өзі үшін. Илля сияма ли, тек қана оразасы мен үшін деп, Алла тағала басқа құлшылықтардан оразаның мәртебе деңгейінің биік екендігін айтады. Ва ана аджизиун бихи, яғни ұстаған оразасының сауабын Алла тағала өзім берем деп, оразаның сауабының шексіз екендігінің көрінісін осы бір хадисі құдусида Алла тағала келтіріп айтады. Сондықтан да бұл қасиетті Рамазан айы және Рамазан айында ораза ұстаған адамдардың деңгейі өте бір ұлы мәртебелерге жеткізілінетін, сондай Алланың алдындағы керемет ұлы ай болып есептелінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде ораза ұстаушы адамның үндемей тұрғандығының өзі Алла тағалаға айтылынған таспих. Оның ұйқысының өзі Алла тағалаға жасалынған құлшылық. Рамазан айындағы жасалынған дұғалар міндетті түрде қабыл болады. Амалдарға еселенген сауаптар жазылады. Әрбір нәрсенің өзінің есігі бар. Құлшылықтың есігі бұл ораза деді пайғамбарымыз. Ораза бұл сабырдың жартысы. Бұнда адамның сабырлылығы сынаққа түсетін, өзінің ішуге болған, жеуге болған, және некелік қарым-қатынасқа болған, басқа күнәлардың өзінің тыюына қалай келетін сабырлылығына болған Рамазан айында адамдар үшін үлкен сынақ болады. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ораза сабырдың жартысы. Әрбір нәрсенің өзінің зекеті болады. Ал адамның денесінің зекеті ораза ұстау деді пайғамбарымыз. Инна фил джаннати бабан юқолу лаху райян ядхулу минху соимуна яумал қияма ла ядхулу минху ахадун. Пайғамбарымыз қияметте жәннат есіктерінің бір есігі райян деп аталады. Бұл райян есігінен тек қана Рамазан айында ораза ұстаған бенделер ғана кіреді. Қайсы бір бенде Рамазан айында ораза ұстаған бенде райян есігінен кіргеннен кейін ол есік жабылады, одан ешкім шыға да алмайды, оған ешкім кіре де алмайды деп пайғамбарымыз бұл Рамазан айында ораза ұстаушыларға арналынған, солардың құрметіне жасалынған жәннаттың арнайы бір бөлігі, арнайы бір есігі бар екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады. Лиссоими фархатони, ораза ұстаушы адам үшін екі үлкен қуаныш болады. Біріншісі осы өмірде, екіншісі қияметте жаратушы иенің алдына барғанда жаратушы иеміз сол ұстаған оразасымен қуантатын болады. Ал осы өмірдегі қуанышы оның ауызаша сәтіндегі қуанышы деп пайғамбарымыз суреттей келе, қайсы бір бенде Рамазан айында ораза ұстап, кешке ифтар уақытында дұға жасайтын болса, оның жасаған дұғасы кері қарай қайтарылмайтындығын, Алла тағала оның дұғасын қабыл алатындығын пайғамбарымыз хадисінде айтады. Сонымен қатар, ораза ұстаушы адамның аузынан шыққан
иістің өзі Алла тағала үшін ең бір керемет, ең бір жағымды, мисіктің иісінен де көркемдеп, ораза ұстаушы адамның аузынан шыққан иістің өзіне ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осындай сипат, осындай суреттеу береді. Сондықтан да Алла тағала баршаларымызға осы қасиетті Рамазан айының оразасын кемшіліксіз, ықыласымызбенен, ниетімізбенен ұстап шығуды Алла тағала барлықтарымызға нәсіп етсін.